Gel balam, oyun oynayaq ikimiz. Oyun үйретемін кел, отыр. Мына ойынның аты бесемше деген ойын. Қазақтың ұлттық ойыны. Тоғызқұмалаққа ұқсас ойынның бір түрі. Бұл тақтайшада 2 қазан болады. 10 текшесі болады. Әрбір текшесінде 5-5 асықтан қойылып отырады. Сосын жалпы саны 50 асық болады. 25-25 асықтан бөлінеді. Бұл ойын барысында текшенің ішінде бір асық қалдырып, қалған асықтың барлығын алып, рет-ретімен текшенің ішіне салып отырады. Ойынның барысында асықты салған текшеде жұп асық болып шықса, сол өз қазанына салып отырады. Сосын балам, ойынның соңында кімнің қазанында 26 асықтан асса, сол жеңімпаз болады. Ал енді ойын ойнайық. Ал балам, енді жүрісті сен бастап бер. Жұп саны болды, дұрыс. Ал енді мен бастайын. Менде де жұп саны болды. Ал балам, ойынның соңына да жеттік. Ал енді кімнің жеңімпаз болғанын анықтайық. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 менде. Осымен жеңімпаз мен атандым. Жақсылап үйренсең, сен де жеңімпаз боласың.